Біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет, этностардан құралады, 130-ға тарта. Ақын Қадыр Мырзалиев қазақ поэзиясының классигі. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деді. Ендеше 5 қыркүйек Қазақстан халықтары тілдерінің мерекесі. Осы мерекеге орай жалпы барша қауымды мерекемен құттықтағым келеді. Және қазақ тіл білімінің негізін салған қазақ тіл ғылымының атасы, алаш қайраткері, ұлттың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Ахмет Байтұрсынұлы айтады, тілі өлген, тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деп. Сондықтан бұл мерекеде әрине көп ұлтты Қазақстанның мемлекет құраушы ұлты қазақ. Сондықтан қазақ тілінің байрағының биікте желбіреген тілер едім. Қазақ тілі барлық күнделікті өміріміздің саласында қажеттіліктің ең жоғарғы деңгейінде болғанын қалар едім. Қазақстанда тұратын өзге ұлттардың тіліне, салт санасына, әдет ғұрпына құрметпен қарай отыра, өзім дегенде өгіз қара күшім бар дегендей, осы мереке қарсаңында жалпы жыл бойы күнделікті өмірімізде, тіршілігімізде ана тіліміздің байрағы биіктен желбіресін. Өз ұлтының салт санасын қадірлей білген азамат өзге ұлттың да салт дәстүріне, тіліне құрметпен қарай алады. Сондықтан біздің бұл мерекелік шаралар барысында ұйымдастырылатын игі істер, концерттер, жоғарғы деңгейде өтетін жиындар, бұның барлығы да осы ең бірінші ұлт тілінің болашағына назар аударылуы керек. Ендеше біз Қазақстанда өмір сүретін барша халық, барша ұлттың тілдерін, дәстүрлерін құрметтей отыра, мемлекетіміздегі негізгі ата заңымызда жазылған қазақ тілінің мәртебесінің жоғары болуын, биік мінберлерден, мемлекеттік саясаттарда қазақ тілі арқылы ұлттың тағдыры шешіліп жатса, мемлекеттің маңызды мәселелері қазақ тілінде талқыланып жатса, біз жалпы қазақ жұрты бұған қуанышпен қарауға қақылымыз. Өйткені біздің бірден бір ұлттық болмысымызды, біздің ұлттық құндылығымызды дәріптейтін, соны сарапқа салатын дүние бұл ұлттың тілі. Сондықтан тіл ұлттың жаны дейді. Бұны да айтушы Ахмет Байтұрсынұлы. Біз осы ұлттың жанына жарақат салып алмау үшін әрдайым тілдің майданында алғаш шепте қазақ тілінің байрағын қолға ұстап жеңістерге жете берейік. Мереке құтты болсын ағайын.